өткен сабақта алған білімдеріңді пайдаланып, алаш қозғалысы деген тақырыпқа ассоциограмма жазыңдар. Қандай сөздерді жазамыз? Ұлт азаттық қозғалыс. Жақсы, тағы да? 1917 жыл. Ұлттық бағдарлама. Қазақ зиялылары. Өте жақсы. Енді осыны дәптерлерге жазып алыңдар. Жазылған сөздерді кім толықтырып айтады бала? Иса? Алаш қозғалысы Ресей империясына қарсы ұлт азаттық қозғалыс. Алаш партиясы 1917 жылы Орынбор қаласында құрылды. Алаш партиясының құрамына қазақтық оқыған білімді азаматтары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мұхамеджан Тынышбаев, Мағжан Жұмабаев, Ғұмар Қараш, Міржақып Дулатов тағы басқалар кірді. Олар қазақ жерін отаршылардан сақтап қалу үшін күресті. Жақсы. Тағы да? Мен Алаш партиясының өз бағдарламасы болды. Ол 10 бөлімнен тұрды. Алаш қозғалысы қазақ елін өзін-өзі басқару, дербес мемлекет құру, адам құқығын құрметтеу, экономиканы дамыту, қазақ тілінің беделін арттыруды мақсат етті. Тамаша болды, жарайсыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алаш қайраткерлері тіл мәселесі туралы. Бүгінгі сабақта сіздер прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойымен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалайтын боласыздар. Бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздерді естеріңізге сақтап алыңыздар. Қайраткер, қоғамдық қызметке, саясатқа белсене қатысушы адам. Ұлылық, ұлыға тән қасиет. Жоғалу, жойылу, құру, біту деген мағынаны білдіреді. Тырысу, бір істі тындыруға әрекеттену, тырмысу. Жүйесі, жөн, рет, тәртіп. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Қазір сабақ басында керек болады. Тақтадағы суреттерге назар аударайық. Алаш қайраткерлері Ахмет Байтұрсынұлы, Ғұмар Қараш, Халел Досмұхамедұлы, Міржақып Дулатұлы. Міне осы қайраткерлердің пікірлерін қазір бірігіп оқып, ой түрткі сұрақтарына жауап беретін боламыз. Оқулықтың 77-ші бетіндегі 5-ші тапсырманы бірге оқып отырайық. Ахмет Байтұрсынұлы, оқу құралының ең ұлығы бала оқытатұлы кітап. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрмай, жоғалмай. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалар. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағанда, тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлау керек. Орысша оқығанда орыс сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. Ноғайша оқығанда ноғай жүйесіне дағдыланып үйренген. Қазақ сөздерін алып орыс, я ноғай жүйесімен тізсе, әрине, ол нағыз қазақша болып шықпайды. Сондай кемшілік болмас үшін әр жұрт баласын әуелінде өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу-сызу үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар әбден дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі ана тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша оқытуға тиіспіз. Ғұмар Қараш, тіл болмаса ұлт та болмайды. Яғни ұлт бүтіндей өлген, жоғалған ұлт болады. Ең әуелі ана тілі қажет. Егер ана тілін білмесең, онда сен ұлттың баласы емессің. Ана тілін білмей тұрып, ұлт білімін ала алмайсың. Ұлт білімі болмаса, онда әдебиеттің болмайтындығы өзі-ақ белгілі. Әдебиеті жоқ ұлттың өнері де өршімейді. Халел Досмұхамедұлы, ана тілін біліп тұрып бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш.
Ана тілін білмей тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл күйініш. Өз тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беру зор қате. Бұл оқығандардың һәм оқушылардың есінен шықпауы керек. Міржақып Дулатұлы, қазақ тілі бай, таза, іргелі жұрт тілі деп бәріміз де айтамыз. Бірақ құр бай, таза деумен тіліміз өздігінен сақталып, әдебиетіміз өріліп кете ала ма? Қай жұрттың тілі болса да ту басында біздікі секілді таза да бай болған. Бірақ олар көрші жұрттардың сөзі қосыла жүре бұзылған. Біздің қазақ тілі бұрын ылғалсыз таза болса да, бұл кезде басқа жұрттармен араласа бастадық. Басқа жұрттардың оқуын оқыдық. Бір жағы Бұқар, бір жағы Мекке Медине, Стамбулдардан да оқып қайтқандарымыз бар. Солардың бәрі елге ноғайшылап, арапшылап, сақшылап қайтып жүр. Бұлардың сөйлеген сөзінде, жазған хатында шет жұрттардың тілі аңқып тұр. Қазақ тілін сақтаймыз, балаларымызды қазақша болсын дегенде, бұлардың бәрінің негізі тіл құралы екенін ұмытпастыққа керек. Балалар, енді осы қайраткерлер өз сөздері арқылы не айтқысы келді? Зейнеп? Алаш қайраткерлері алдымен өз тілімізді оқып, сосын басқа тілді үйренуге тиіс екенімізді айтты. Тамаша. Иса? Ұлтты сақтау үшін ана тілін білу, сақтау керектігін айтқан. Жарайсың. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Қазір балалар жұппен жұмыс жасайсыздар. Мына берілген сөйлемдердің ішінен автордың ойымен көтерілген мәселені сәйкестендіру әдісі арқылы анықтайсыздар. Уақыт беріледі, тапсырманы орындаймыз. Кімнің жауабы дайын? Тақтаға шыға қойып, Назли сұрып. Бірінші автордың ойын анықтаймыз. Автордың ойы: алаш қайраткерлерінің ұлтты сақтау жолындағы күресін, ана тілінің орны мен рөлін халыққа түсіндіргенін, тілді сақтауға деген жауапкершілікті сезінулерін дәріптеді. Көтерілген мәселе ұлттың сақталуына да жоғалуына да себеп болатын нәрсені ең қуаттысы тіл. Жақсы. Енді осы екі жұптың жұмысын бағалайық. Дискрипторларға қарап отырып, екі жұлдыз бір тілек әдісін қолданамыз. Насипа? Исрафил мен Назли тапсырманы дұрыс орындады. Екеуі бірігіп жұмыс жасады. Екеуі де сабақта сәттілік тілейді. Жарайсыңдар балалар. Басқалардың да жауаптары осындай шығар, е? Жақсы. Тамаша. Балалар, енді оқыған мәтін бойынша өз ойларыңызды аяқталмаған сөйлемдер әдісімен білдіресіздер. Ол үшін мына сөйлемдерді аяқтауларыңыз керек. Мәтіннен білдім, маған құнды болды, мен түсіндім, менің қолымнан келеді. Уақыт кетті, тапсырманы орындаймыз. Кім жауап беруге дайын? Назли? Мәтіннен ұлтты сақтау үшін ана тілінің рөлі ерекше екенін білдім. Жақсы, ары қарай. Тағы кім жауап береді? Насиба? Маған алаш қайраткерлерінің тіл туралы айтқан пікірлері құнды болды. Тағы да? Аслан? Мен тілімізді сақтау үшін алдымен ана тілімізді оқып, содан кейін басқа тілді үйрену керектігін түсіндім. Тамаша. Менің қолымнан қазақ тілін сөйлеу, оны құрметтеу келеді. Жақсы, жарайсың.